сымсыз Wi-Fi принтерді қалай қосамыз? Мысалы HP LaserJet 1337 MFP деген сияқты принтер болып тұр. Бұл Wi-Fi принтері. Енді қараңыздар, бұл жерде Wi-Fi-дың белгісі жанында, алайда біз сетьтіға кіруіміз керек. Менюді тауып алу үшін көп жағдайда мына 3 белгішені басыңыздар. Одан кейін Wi-Fi параметры кіреміз. Одан кейін Wi-Fi қосылу болғанына қараймыз. Соның ішінде параметр сети, соның ішінде қараңыздар VPS деген болады. WPS. Wi-Fi сигнал отличная. Одан кейін тағы да ары-бері жылжимыз. Так, конфигурация сети. Жарайды, мына жерде қараңыздар, VPS дегенді басқан кезде WPS. Бұл жерде енді барып құрылғыңыздағы сол жердегі WPS дегенді басыңыз дейді. Мына жерде 135 деген IP-шникті алғанын көреміз міне. Алайда сіз жаңағыдай қараңыз, VPS-ті басқан кезде ол енді құрылғыдағы VPS-ті басыңыз дейді. Сөйтіп сіз Wi-Fi роутердің артындағы VPS-ті басқан кезде екеуі бір-бірін тауып қосылады. Мына жерде ары қарай не басадық? Сеть, Wi-Fi, одан кейін міне VPS. Қазір қайтадан көреміз. Жалпы айтқан кезде осы принтерде осы бір кнопканы басасыз, VPS деген. Болды, ол сигнал таратып, жаңағы басқа құрылғының VPS-і басылғанын күтеді, сөйтіп екеуі бір-бірін тауып алуға тырысады. Wi-Fi роутерге барасыз, сол жердегі VPS деген кнопканы басасыз, екеуі жаңағы бір-бірін сол 2 минуттың ішінде тауып алады. Жалпы айтқанда 2 минут емес, екеуі бір-бір сигнал таратқан сәтте қосылып кетеді. Жаңа екеуі де бір-біріне Bluetooth қосылды деген сияқты Wi-Fi қосылады, сөйтіп тауып кетеді. Енді Wi-Fi роутерде VPS-ті басқан кезде оны бір 2-3 секунд басыңыз. Кейбір жағдайда, кейбір құрылғыларда осы VPS пен reset кнопкасы бірге болады. Сондықтан сақ болыңыз. Егер reset деген кнопкасы бөлек тұрмағанын көрсеңіз, онда VPS-ті көп басып, құрылғыңызды reset жасап жүрмеңіз. Енді бүгінгі таңдағы байқағаным көптеген құрылғыларда VPS пен reset екеуі 2 бөлек. Сондықтан VPS-ті қорықпай бірнеше жаңағыдай басып тұрсаңыз болады. Одан кейін барып принтеріңізді қарайсыз. Ол жаңағы құрылғыны тапқанын көреді, идет подключение дейді. Сөйтіп принтеріңіз Wi-Fi қосылып кетеді.